Барлықтарыңызға сәлем. Жақсыөлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Бүгін біз қысқа нан қамыры, яғни песочный тестодан самса жасайтын боламыз. Ең алдымен 600 грамм ұнымызға 250 грамм майымызды қосып, ұнтақтап аламыз. Теркамен де жасасаңыздар да болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жасасаңыздар болады. Мен үткіштен, яғни теркадан өткізіп аламын майды. Ұнға малып отырсаңыздар, сонда жақсы майдаланады. Мінекей, мен барлық майымды өткіштен өткізіп алдым. Бізде осындай ұн шығады, май аралас. Қараңыздар. Тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте біз жұмыртқамызды алып жарып аламыз. Одан кейін үстіне қаймағымызды қосамыз. Менде 200 грамм қаймақ. Және де тұз қосамыз. Тұз. Одан кейін бір ас қасық нан қопсықты қосамыз, яғни разрыхлитель. Ендігі қамырды елеп аламыз. Бізде осындай қамыр пайда бола бастайды. Бұны жақсылап тұрып елеп, ұйығын қандырып аламыз нанымыздың. Мінекей, бізде осындай жұмсақ қамыр пайда бола бастайды. Маған ыдыста әрі қарай илеу ыңғайсыз болғандықтан мен оны столға алып, ендігі кезекте оны әрі қарай әбден ұйығы қанғанға дейін елеп алатын боламын. Мінекей, осындай жұмсақ қамыр пайда болады бізде. Келесі кезекте ішіндегі салмасын, яғни фаршын дайындайтын боламыз. Менде ол екі түрлі. Бірі таза тауық пен пияз және сарымсақ қосылғаны, екіншісі тауық еті және асқабақ қосылған болады. Ең алдымен мен барлық көкөністерді аршып, оларды турап алғым келіп тұр. Пиязымызды аршып аламыз. Пиязымыздың көлемі қанша көп болса, ол сонша сочный, дәмі күшті болып шығады. Согын беріп, әдемі болып шығады. Барлық пияздарды тазалап аламыз. Сарымсақта дәл пияз секілді қанша көп болса, сонша әдемі дәм беріп тұрады. Сондықтан да
неғұрлым көбірек алғандарыңыз дұрыс самсаға. Барлық сарымсақты ашып аламыз. Маған ыңғайлысы қазіргі уақытта ең алдымен барлық көкөністерді турап алу, содан кейін барып етке кірісу болады. Барлығы дайын. Аршып алған сарымсақты, пиязды және асқабақты майдалап турап аламыз. Мен ең бірінші сарымсақтарды осылай езіп алған жақсы көремін. Үлкен пышағыммен өзімнің барлығын езіп аламын. Егерде блендер болса, блендердан да өткізсеңіздер болады. Бірақ маған осылай езілген сарымсақ дәмі өте қатты ұнайды. Барлығын езіп алып, одан кейін барып ұсақтап тураймыз. Мінеке барлығын ұсақтап алдым. Енді тағы да үстінен 1-2 рет жүргізіп өтемін. Одан сайын майдалансын деп. Сонда дәмі деген күшті болып тұрады. Біздің сарымсағымыз дайын. Келесі пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды турап болдық. Бұл жартысын ғана турадым. Қазір қалғанын турап. Тағы 2-ге бөлемін. Өйткені менде 2 түрлі салма болғандықтан 2 ыдысқа бөліп саламын. Пиязымызды турап болдық. Одан кейін асқабағымызды да ұсақтап турап аламыз. Асқабақты турап болдық. Мен барлық көкөністерін турап алдым. Енді келесі етімізді турап аламыз. Кез келген етті қолдансаңыздар да болады. Өздеріңізге қандай ет ұнайды? Тауықтың етін, қойдың етін, сиырдың етімен барлық ет жарай береді самсаға. Мінеки. Көкөністеріміз дайын. Енді етті тураймын. Келесі кезекте етімізді де майдалап турап аламыз. Мен етімді ұмытып бара жатырмын. 3-ке бөлу керекпін, себебі бір самсамыз тек қана сушеный чеснок, тұз, бұрышымен ғана болу керек. Өйткені ұлымыз біздің ештеңе жемейді қосылған заттарды, тек қана еті болу керек оған. Барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Етімізді турап болдық. Енді дәміне қарай тұзын саламыз. Қарабұрыш. Және де қызыл бұрышын қосамыз. Зира қоссаңыздар да болады, бірақ біздің видеолерге ұнамағандықтан біз соны қоспаймыз. Етім менің майлы емес, сондықтан біз үстіне
азғантай ғана сұйық май қосамын. Енді барлық етті араластырып аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып шықтық. Жұп-жұмсақ. Енді кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Мен қамырлардың барлығын 35 граммнан бөліп алдым. Ең бірінші жасайтын самсам, ол ешқандай көкөністерсіз жасалатын самса. Нанымызды жайып аламыз. Бөлеміз. Аздап салмасын салатын боламыз. Келесі кезекте оны ораймыз. Астыңғы жақтарын жабатын боламыз. Қамырымыз жұмыс істеуге ыңғайлы болды. Осындай тюльпан тәріздес самса. Барлық көкөністері жоқ самсаларды осылай істеп аламыз, тюльпан тәріздес етіп. Келесі кезекте бізде тыква қосылған самсамыз болады. Оны біз екінші әдіспен істейтін боламыз. Салмамызды саламыз. Бетін жабамыз. Және де өретін боламыз. Бізде келесі форма осындай өрілген самса. Барлық самсаларды осылай өріп шығатын боламыз. Біздің бірінші партия самсамыз дайын. Енді бұлардың үстінен жұмыртқа жағып, одан кейін кунжут сеуіп, пешімізге салып қоямыз. Мен пешті алдын ала 200 градуста қыздырып қойдым. Барлығын жұмыртқа жағып шығамыз бетіне. Бұл жерде менде ешқандай көкөністерсіз және тыквамен екі түрлі самса. Екінші партиясында менде тек қана
етпен және пияз бен сарымсақ араласқан самса болады. Жұмыртқаға мен 20 граммдай сүт қосып алдым. Осылай әдемілеп күнжітті сеуіп шығамыз. Негізі тюльпан түрлі самсамызға мак сепкенде ол бұдан сайын әдемі көрінетін еді. Болды, енді қазір бұны пештің ішіне салатын боламыз. 35-40 минутқа өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Менде конвекциясыз асты-үсті қосылып тұр. Келесі бізде етпен және де пияз сарымсақ қосылған самсамыз болады. Оны қарапайым үш бұрышты етіп жасайтын боламыз. Оныға шамалы аударып аламыз. Жұқа етіп жайып аламыз да ішіне фаршымызды бір араластырып, одан кейін қамырымыздың ішіне салатын боламыз. Мінекей, дәл ортасынан одан кейін бір бұрышын бөгіп аламыз. Және де бұлай жабамыз. Мінекей, біздің үш бұрышты самсамыз дайын. Барлық самсаны осылай жасап аламыз. Біздің екінші партия самсамыз дайын. Бұның да бетін жұмыртқамен жағып, үстіне күнжіт себетін боламыз. Мінекей біздің бірінші партия самсамыз дайын. Қараңыздар, қандай күшті болып піскен. Қазір біздің екінші партия самсамыз да пісті. Бұл тек қана тауық еті мен пияз сарымсақ қосылған самсаларымыз. Мінекей біздің бірінші піскен самсаларымыз. Бұл бізде асқабақ қосылған самсалар. 35 минутта пісіп шықты менде. Келесі самса бізде құр еті ғана, артық ештеңе қосылмаған. Қараңыздар, қандай әп-әдемі. Және де біздің жаңағына пештен шыққан тауық еті және пияз бен сарымсақ қосылған самсамыз. Қандай әп-әдемі. Қонақтарыңыз келгенде столдың сәнін келтіріп тұратын
дәмі келтіріп тұратын самсалар дайын. Бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.